Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен TikTokта хит болып жатқан чипсыдан салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар чипсы, сырный соус, огурцы, помидор және тауықтың төс еті. Алдымен етімізді ұсақтап төртбұрыштетіп турап аламыз. Одан кейін татымына қарай тұз, бұрыш, сосын өздеріңіздің ұнататын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен кішкене сары тұз беру үшін және куркума қостым. Біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін табаға май құйып, етімізді салып, араластырып аламыз. Өзінің буында баяу отта пісіріп аламыз. Етіміз піскенше огурцыды кубиктап жіңішкеліп тураймыз. Помидорды да төртбұрыштетіп турап аламыз. Арасында етімізді бір ашып, араластырып отырамыз. Одан кейін чипсыды ашпас бұрын, осылай ақырын басып, кішкене үгітіп аламыз. Bir жақ шетін қайшымен қиып аламыз. Мінекей біздің етіміз пісіп дайын болды. Енді огурцы мен помидорды дәл осы чипсыдың ыдысына салатын боламыз. Одан кейін тауықты саламыз. Одан кейін үстіне сырный соусты құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.